Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен егер үйіңізде нандарыңыз артылып қалса, осылай қатып қалып жатады ғой, кей кезде нандар, оның бәрін лақтырмаймыз. Біздер барлығын жинап аламыз. Содан соң панировочный сухарики дайындаймыз. Мінекей, ең бірінші барлығын осылай төртбұрыштылап кесіп аламыз. Сосын ыдысымызға салып, қызып тұрған пешімізде қызартып пісіріп аламыз. Мінекей, май ештеңе жақпаймыз, осылай таза өзін саламыз да, осылай қызартып пісіріп аламыз. Мінекей, осылайша піскен нанымызды измельчительге салып, барлығын уатып аламыз. Осылайша біздің панировочный сухарикіміз дайын болады. Қараңыздаршы, ешқандай ысырап болмайды. Панировочный сухарикиді өзіңіздің тамақ пісірген кезде котлет, мысалы баклажан, тағы басқа жеміс-жидектерді қуырған кезде қолдансаңыз болады. Мінекей, көп нәрсені жасауға болады ғой. Мінекей, осылайша міне біздің панировочный сухариларымыз дайын болады. Егер сізге ұнаған болса, видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Рахмет көп-көп.